Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 26-шы сабақ. 27-тен 30-шы жаттығуларды бірге орындаймыз. 27-ші жаттығу: мәтінді оқы. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор А. Г. Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Осы телефон аппараты мен сым арқылы жалғастырылған. Ол кім? Бұл не кітабынан? Мәтін не туралы? Телефоннан басқа қандай байланыс құралдарын білесің дейді. Мәтін телефон туралы. Телефоннан басқа құралдар: факс, компьютер. Мәтіннен Ф дыбысы бар сөздерді тап дейді. Мәтінде Ф дыбысы бар сөздер: профессор, телефон, микрофон, микротелефон. Досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында дейді. Балалар, қоғамдық жерде телефон дауысын өшіріп қою, телефонды көп қарамау және телефонмен дауысыңды қатты шығарып сөйлеспеу керек. Ережелерін есте сақтау керек. Келесі 28-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Керекті сөздер: микрофон, фабрикасында, Фарида, фарфор. Енді балалар, керекті сөздерді қойып жазатын боламыз. Фарида Алматы кілем фабрикасында жұмыс істейді. Екінші: анам фарфор шәйнекті күтіп ұстайды. Үшінші: микрофон алдында сөйлеп тұрған құрала екен. Осылай қойып жазамыз балалар. Ф әрпі бар сөздердің мағынасына назар аудар. Бұл жерде Ф дыбысынан келетін балалар: микрофон, фабрикасында, Фарида, фарфория. Енді келесі: фарфордан қандай бұйымдар жасалатынын дерек сөздерден біліп ал дейді. Фарфордан жасалатын бұйымдар: ыдыс-аяқ, шыны ыдыстар, қолөнер бұйымдары жасалады. Сабақ түсінікті болса, ары қарай шығармашылық үзіліс. 29-ші жаттығу: сиқырлы телефон ойын ойнайық. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталсын және сөздің құрамында Ф дыбысы болсын. Үлгі: шкаф, футбол, фен, Африка, футболка. Осылай ары қарай жалғастырып жаза берсеңіздер болады балалар. Сабақ түсінікті болса, келесі 30-ші жаттығу балалар. 30-ші жаттығу: ребусты шеш. Суретте көрсетілгенде ребусты шешеміз. Бірінші Ф дыбысы, одан кейін керік тұр, одан кейін алма тұр. Керіктің басындағы бірінші әрпін, одан кейін соңғы екі әрпін алып тастаймыз. Одан кейін алманың басындағы екі әрпін алып тастаймыз. Сонда бізде ферма деген сөз шығады екен. Енді ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра дейді. Менің әкемнің ірі фермасы бар. Осылай құрастырып жазсаңыздар болады балалар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарымызға таратуды ұмытпаймыз. Және тіркелмеген болсаңдар, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетеміз балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.